Құрметті әріптестер, қымбатты студенттер, сіздерді 1 желтоқсан тұңғыш президенттің күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазіргі таңда біздің ел және елбасы екі ұғым, екі егіз ұғым деп айтуға болады. Өйткені тәуелсіздікке жету үшін, тәуелсіздікті сақтап қалу үшін біздің президентіміздің орасан еңбегі бар. Қазақстанның қазіргі әлемдегі орны, ішкі және сыртқы саясаты, 30 даму еліне жету мақсаты да, оның барлығы да кезіндегі елбасының қойған мақсаттар. Сондықтан қазіргі таңда Қазақстан елінің жетістіктері де президенттің атымен байланысты. Елбасы осыдан 29 жыл бұрын тәуелсіздікті жариялап, елімізге тәуелсіздікті сыйлаған адам. Сондықтан ол кісінің аты да, ол кісінің істеген істері де, әрине де біз үшін өте қымбат. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогика университетінің ұжымы да, студенттеріміз де осы саясатты іске асырып келе жатыр. Сондықтан сіздерді, құрметті әріптестер, осы күнмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, ел үшін, өзімізді Қазақстан үшін еңбектеріңіз жаңа берсін. Бүршіктеп, жапырағын жаяды. Армандарын айталған, сөздерге де майталман. Ұстаз ұлы бәйтерек, жапырағы жайқалған. Жаса ұстаз, жаса мектеп, болашаққа жол салайық ағайын. Ұстаз үшін қошеметтеп, қол соғайық ағайын. Таудың асқар алыбы, ұстаз күннің жарығы, ұстаз ұлы бәйтерек, терең байлар тамыры. Мұңайғанда жұбанған, таңы туып күн алдан, әр тамырдан тараған, әрбір шәкірт бір арман. Елімді жүр алмаймын сағынбай, мөлдір судың жағасындағы. Қазақ жері жарқырайды ағылдай, алты құрлық арасындағы. Сол даланың тұрғындары бағындай, жүзі жолы жанасыл бәрі. Өздеріңді жақсы көрем жанымдай, үніндейдің жанашырлары. Астылы қалқамай, дәстүріме салтынай, әніме балқымай, жүрмеймін шалқымай. Сен жүрегімдесің халқымай, әр қазақ алдындай, алдынан артығай. Сен жүрегімдесің халқымай, халқымай. Егеменді Қазақстан
шалқып, алқып жүрмін ау өзім құттың, сұңғылалар ендеше сұрымдық құн. Жер жаһанда қанша бай болса дағы, менен асқан бай көрсем көзім шықсын. Ең бірінші байлығым мемлекетім, ол қазынам өлеңмен селтететін, ол қазына мегемен Қазақстан, таппадым оған теңдес жер жететін. Ал екінші байлығым ана тілім, ол менің дара тілім, тілімді еш қашанда өзгертпеймін, әлемнің әкелсе де бар алтыным. Ал үшінші байлығым әнұраным, мақтаныш сыйлады ғой жаныма мың, қайсар рухты қазағым аман болса, әнұраным шырқалар тағы да мың. Ал төртінші байлығым дінім еді, дінім десе жүрегім тілінеді, қайсар рухты қазағым аман болса, дінім менің қалайша білінеді. Ал бесінші байлығым патшам еді, ұлы елді еркіндікке бастап еді, елін сүйген, елі сүйген ел басы бар, кім жетелер бақытқа басқа мені. Қазақстаным шұрайлы мекенетін, абыройымды асқақтатып көтеретін, мендегі құндылықтар толық болды, ұлттық рухым алтыншы керемет. елім, не деген шалқар едің, байтақ далам, дастансың айтылмаған. Орман көлім, күндік қан тамған жерім, өзіңе кеп басады, аңсаған арман демін. Мақтанамыз, досқа да жатқаңыз, отан жайлы шаттық жырақтарамыз.